Құрметті кеңеске қатысушылар, бүгінгі қаралатын екі сұрақ облыстағы өрт жағдайы және объектілерді пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы. Және екінші сұрақ су тасқын жағдайы бойынша. Ағымдағы жылдың басынан бері облыс аумағында 148 өрт тіркелді. Бұл 2025 жылмен салыстырғанда 33%-ға артық. Өрттердің шығу себептеріне жүргізілген талдау көрсеткендей, өрттердің 77%-ы өрт қауіпсіздік талаптарын бұзуы салдарынан орын алған. Негізгі бұл азаматтардың электр жабдықтарды пайдалану, монтаждау, сондай-ақ пеш пен жылыту жүйелерін пайдалану кезіндегі қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамауына байланысты. Сонымен қатар өрттердің 90%-ы бақылауға жатпайтын салада орын алды. Мұнда ықпал етудің негізгі құралы тек профилактикалық жұмыстар болып табылады. Атап айтқанда 115 өрт тұрғын үй секторында және 20 өрт автокөліктерде тіркелген. Департаментке елді мекендер, объектілер санаттары, өрттің шығу себептері бойынша бөліністе өрттерге жан-жақты талдау ұсыныңыз. Шұғыл түрде бір аптаның көлемінде қала аудан әкімдерімен бірлесіп тұрғын үй секторында, әсіресе әлеуметтік осал санаттағы азаматтар арасында үйді аралап, осы қай жерлерге датчиктер қойылған, қай жерлерге датчиктер қойылу керек, солардың санын біліңіздер, сосын бізге ұсыныс беріңіздер. Гидротехникалық құрылыстардың жағдайын қатаң бақылауға алуды тапсырамын. Қазгидромет филиалы мен қалалар аудан әкімдерімен бірлесіп, судың күтілетін деңгейін, қауіпті межеден асу ықтималдығын, мұз кептелісі болуы мүмкін аймақтарды көрсете отырып, қысқа және орта мерзімді гидрологиялық болжамдарды күн сайын ұсынып отырыңыздар. Төтенше жағдайлар департаментімен, жұмылдыру даярлығы басқармасымен, гидромет филиалымен бірлесіп, күтілетін су тасқындарының даму сценарийлік болжамына сәйкес жұмысты ұйымдастыруға қажет. Базалық, қолайсыз, экстремалды сценарийлер қай жерлерде болады, соны маған бір көрсетіп алыңыздар.